Сәлеметсіздер ме, менің құрметті тағы көрермендерім. Сіздерге арнап алдағы аптаға апталық жорман түсіретін боламын. Бірінші кезекте әрине тоқтылардан бастайтын боламыз. Тоқтылар алдағы апта сіздерді не күтеді? Тоқтылар апталарымыз. Шашылды ғой, энергиялар көп ау деймін тоқтылардың. Негізі тоқтылардың бойында энергия көп. Біріншіліктер, лидер болып басқарып жүргісі келетін адамдар ғой енді бар. Тоқтылар апталарыңыз чуть-чуть непростой. Тоқтылар негізі апталарыңыз жаман емес. Жаман деп айтуға келмейді. Жақсы. Бір мүмкіндіктеріңіз келеді. Аптаның соңына қарай жақсарады барлығы, бірақ аптаның басында алғашқы 1-2 күндерінде кішігірім бос сөзде жүруі мүмкін. Бірақ кішігірім конфликт болуы мүмкін, немесе біреуді ренжітіп алған болсаңыз, сол ренжіткен адамыңыз есіне түсіресіз, немесе мен ренжіткенсің деген сияқты, немесе сізді біреу ренжіткен болса, тоже соны сіз еске аласыз. Жалпы бос сөзге энергия кетеді, сөзбен энергия кетеді, немесе кішігірім конфликт. Бұл енді қолмен ұстайтын, көзбен көретін зат емес. Бірден денсаулыққа, ақшаға, немесе жұмысқа тіреліп тұрған зат емес. Жалпы қыстырма жүретін сондай сөздер, кішігірім өсек аяң, немесе кішігірім конфликт, өкпе-реніш сондай аптаның алғашқы 1-2 күнінде. Барынша сабырлы болыңыз және мән бермеуге тырысыңыз, потому что 1-2 күнде өтеді де кетеді ол зат. Одан кейін аптаның ортасына қарай сіздерге бір мүмкіндік келуі мүмкін. Бір ер адам арқылы мүмкін сізге жұмысыңызда бір сондай бір табысты болады, бір жұмысыңызға бір ерекше бір ұсыныстар түседі, немесе қосымша ақша түседі деген сияқты бір қолыңызға бір мүмкіндік келеді ақша жағынан. Жалпы апталарыңыз жақсы. Аптаның соңына қарай бір қонаққа баруларыңыз мүмкін, немесе қонақ күтулеріңіз мүмкін. Отбасылық қуаныш, бақыт, сондай керемет күн. Тоқтылар апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте торпақтар. Торпақтар. Торпақтар апталарыңызда кішкене бір агрессия пайда болуы мүмкін. Әйел адам тарапынан кішкене қысым болуы мүмкін, немесе агрессия болуы мүмкін. Негізі апта жаман емес, жақсы, бір табысты, сәтті апталардың бірі деуге болады, бірақ мүмкін анаңыз болуы мүмкін. Сізге бір қысым көрсетіп, былай жүр, олай жүр, ананы өйтпе деген сияқты. Енді жақсы жағынан мүмкін сізге ақыл айтады, соның ақылы сізге қысым сияқты естілуі мүмкін. Немесе әйеліңіз болуы мүмкін. Кредитті төлемейсің ба, ананы өйтпейсің ба, квартираны төлемейсің ба, тамақ әкел деген сияқты сондай сөздерді сіз тоже дұрыс емес қабылдап қалуыңыз мүмкін деген сияқты бір әйел адам тарапынан сізге айтылатын сөзді сіз бір агрессиямен қабылдап, соған бір шабуыл ретінде өз-өзіңізді қорғап алдын ала дайындалып тұратын сондай кішігірім агрессия деп айтуға болады. Немесе жұмысыңызда болуы мүмкін, егер бастығыңыз болса, бастығыңыз тарапынан кішігірім қысым, қаталдық болуы мүмкін, тәртіпті талап етіп деген сияқты. Жалпы сондай аптаға әсер ететін жағдай бар. Бірақ денсаулық жағдайларыңыз өте жақсы, ақшадан тұрақтылық бар, жұмыстарыңызда да ондай қатты кедергі жоқ. Тек қана сол кішігірім агрессия, кішігірім сөз көтере алмау деп айтуға болады. Сол себептен торпақтар апталарыңызды қиындатпас үшін аптаңызға әсер етіп жатқан әйел адамға қарсы шықпай, желательно тыңдауға тырысқаныңыз дұрыс. Себебі ол сізге жамандық емес, жақсылық қойлау мақсатында сондай айтылуы мүмкін. Басқа жағынан барлығы өте сәтті. Апталарыңыз сәтті өтсін, торпақтар. Келесі кезекте егіздер. Егіздер апталарыңыз қандай болады? Егіздер. Егіздер апталарыңызға әсер ететін жағдай, егер әйел адам болсаңыздар, бір ер адам тарапынан кішкене қысым, кішкене қаталдық болады.
жұмысыңызда қирадан болуы мүмкін, сізге бір былай жаса деп жұмысыңызға қатал тәртіп қоюы мүмкін, сізді немесе тексеріске алуы мүмкін. Немесе ерлі зайыпты болсаңыз, күйеуіңіз, егер сіз әйел, күйеуіңіз әйел егіздер болып күйеуіңіз бар болса, күйеуіңіз солай отбасыда сізге қысым, қаталдық деген сияқты солай көрсетуі мүмкін жұмыста, мүмкін үйде деген сияқты ер адамның тарапынан сондай қысым болады. Содан шаршайтын боласыз сіз кішкене. Ал керісінше ер адам егіздер болсаңыздар, өздеріңіз осындай боласыздар. Отбасыларыңызға қысым көрсетулеріңіз мүмкін, жұмыстарыңызда өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді асыра пайдаланып кетулеріңіз мүмкін деген сияқты айналаңыздағы адамдарға қысым көрсетіп, мүмкіндіктеріңізді асыра пайдаланып, бір шектен шығып кетулеріңіз мүмкін. Тәкаппарлық, өзімшілдік деген сияқты. Жалпы егіздер қай жағынан болса да, бұл аптада еш нәрсені өзгертпеуге, мүмкіндікті асыра пайдаланбауға, немесе қатты қысымда жүрсеңіздер, соны бір өзгертсем деп бір әрекет жасаудың қажет жоқ. Бұл аптада тек қана күту керек, сабыр сақтау керек. Сол кезде апталарыңыз тұрақты және сәтті өтіп кететін болады. Былай басқа жағынан егіздер апталарыңыз негізі жақсы, керемет деп айтуға болады. Бір қонаққа баруларыңыз мүмкін, қонақ күтулеріңіз мүмкін, отбасылық қуаныш, бақыт, денсаулық жағынан қиындық жоқ, отбасында тұрақтылық бар, ақша жағынан да қиындық болып тұрған жоқ, бір қолдарыңызға бір мүмкіндік, сондай зат келіп тұруы мүмкін, біреу сіздерге ұсыныс айтуы мүмкін. Соны жаңағы агрессия немесе біреуге қысым көрсету, біреудің қысымының астында жүріп деген сияқты сол келіп тұрған мүмкіндікті көрмей қалуларыңыз мүмкін егіздер. Сол себептен сіздер онсыз жұмысқа берілген адамсыздар ғой, сол берілген жұмыстарыңызды беріліп жасай беріңіздер, фокустарыңызды басқа жаққа бөлмеңіздер. Когда бөлсеңіздер, алдыларыңызға келген мүмкіндікті ұстай алмай қаласыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін егіздер. Келесі кезекте шаяндар, апталарыңыз қалай болады, қарайтын боламыз. Шаяндар. Шаяндардың аптасы жақсы, керемет шаяндардың аптасы. Шаяндар, апталарыңыз өте жақсы. Сіздерге бір аптаға әсер ететін жағдай, бір білім аласыздар ма, оқу оқисыздар ма, немесе болашақ таңдайтын мамандықтарыңыз болуы мүмкін. Егер оқып жүрген шаяндар болса, немесе жұмыс жасап жүрген шаяндар болса, болашақта жұмысым осыда қалам ба, қалмайым ба деген сияқты, жалпы алдағы 2-3 жыл, 4 жыл көлем болуы мүмкін. Алдағы жоспарларыңызды осы аптада ойланып, саралап шешетін аптаның бірі. Неге? Себебі бұл аптада таңдау келуі мүмкін, немесе таңдау келмегеннің өзінде де бір нақты шешіміңізді айтатын болуыңыз мүмкін. Мүмкін басқа қаладан басқа қалаға көшіп жатсыз, мамандық ауыстырып жатсыз, жұмыс ауыстырып жатсыз деген сияқты. Жан-жағыңыздағы адамдар сізге осы аптада нақты шешіміңді айт, ойлан деп сұрақ қою, ұсыныс қою мүмкін. Сол себептен осы аптада бір болашағыңыздың бір шешімін шығаратындай, бір сондай ойлану процесс үстіне түсетін боласыз. Былай жасайын ба деп аптаға әсер ететін жағдайларыңыз осындай. Негізі шаяндар, шешім шығарарда асықпаңыздар, жақсылап ойлануға тырысыңыздар. Асығыс шешім қабылдау ол дұрыс емес сіздер үшін, себебі страховканың адамсыздар сіздер. Асығыс шешім қабылдасаңыздар, көбіне дұрыс емес шығып қалады. Сол себептен барынша көп ойлануға тырысыңыздар. Ал шешім шығар деп қысым көрсетіп, таңдауыңды деп жатқан адамдарға тоже стоп қойыңыздар. Мен өзім шешем, өміріме араласпа дегендей. Шаяндар басқа жағынан, ақша жағынан, денсаулық жағынан, жұмыс жағынан, отбасы жағынан тұрақты жұмыстарыңыз болып жатыр, ақшаларыңыз тұрақты түсіп жатыр. Ешқандай қиындық, ешқандай сәтсіздіктер жоқ. Және ойлану процесс кезінде сіздерге аптаның соңына қарай біреулер сізге мүмкіндік көрсетуі мүмкін, немесе біреулер өз жұмысының визиткасын беруі мүмкін. Не шештің, давай мынаны көр деген сияқты варианттар түсуі мүмкін. Немесе басқа қалаға көшуге, басқа мамандық ауыстыруға, оқуға түсуге деген сияқты сондай курсқа жазылуға деген сияқты сондай бір әркімнің әртүрлі визитка, сондай мүмкіндіктер келуі мүмкін қолдарыңызға. Сол процессте сіздер бұл аптада негізі асығыс шешім қабылдамай қойыңыздар. Бұл аптада барынша ойланыңыздар, қорытыңыздар. Бұл апта өтеді де кетеді. Сол себептен бұл аптада еш нәрсе шешпеуге тырысыңыздар. Қысым көрсеткен шешіміңізді сұрап жатқан адамдарға да күт, мен өзім шешем, өзімнің өмірім деп ешкімді араластырмауға тырысыңыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін, шаяндар.
Келесі кезекте арыстандар. Апталарыңыз қандай болады? Қарап көретін боламыз. Арыстандар. Арыстандар. Апталарыңыз жаман деуге келмейді, бірақ арыстандар апталарыңызға бір әсер ететін жағдай сіздерге әйел адам болып тұр. Егер әйел адам арыстан болсаңыздар, осы аптада бір шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Отбасыңыздың бүкілі сіздің қолыңызға қарап тұр, немесе жұмыс орныңызда тоже. Әйел адам болсаңыз, барлығы сіздің шешіміңіз арқылы өзгеретіндей болуы мүмкін. Ситуация жұмысқа байланысты, отбасыға байланысты, немесе денсаулыққа байланысты да болуы мүмкін. Артыңыздан өсек аян жүру, немесе бос құрғақ әңгімелер болады, қыстырма, құрғақ, ешкімге пайдасы жоқ, бірақ сол сөз арқылы адамның энергиясы, настроениесі кетеді дейтіндей. Вот сондай нәрселер әсер етіп бастайды. Соған әйел адамның арқасында болады. Әйел адам әсер етеді соған. Немесе сол сөзді шығаратын әйел адам, сол сөздің точкасын қоятын әйел адам, әйел арыстан болсаңыз, ал керісінше ер адам арыстан болсаңыз, сізде өміріңізде қасыңызда жүрген жақын әйел адамнан осындай сәт шығады. Қасыңызда жүрген сенімді деген әйел адамыңыз сізге бір кесірін тигізуі мүмкін, сізге дұрыс емес сөздер айтуы мүмкін деген сияқты. Сондай әйеліңіз болуы мүмкін, жұмысыңыздағы коллективіңіз болуы мүмкін, досыңыз немесе анаңыз деген сияқты. Бір кішкентай бір сөз арқылы сондай үлкен әңгімеге, үлкен аптаға әсер ететіндей, энергияңызға әсер ететіндей жағдай болуы мүмкін. Бұл аптада сол құрғақ сөзбен, ренішпен, ашу-ызамен, немесе бір неге мен сыртына өйтіп айтады деген сияқты сөздермен өтуі мүмкін. Арыстандар аптаға сіздерге кеңес. Бұл апта қысқаша болады, және ол айтылған әңгіме жақында тоқтайды. Сол себептен сол әңгімені қатты қуалап, сол әңгіменің артына кетудің қажеті жоқ. Мән бермеуге тырысыңыз, өз жұмысыңызды жасауға тырысыңыз. Сол кезде барлығы сәтті болады. Себебі бұл аптада еще сізге беретін бір сюрприздердің бірі, бір қорқынышыңызды жеңу мүмкін. Қолымнан келмейді, жасай алмаймын деп бір нәрсені ойлап жүрсіз, қорқып. Қорыққан нәрсеңізге қарай қадам жасап, қорқынышыңызға қарсы тұра алсаңыз, үлкен сый құрметке, үлкен сыйлыққа, мүмкін ақшаға еге болуыңыз мүмкін. Мүмкін кей адамдардың фобиясы бар, бір заттан қатты қорқады, сол қорқатын затына қарсы тұрып жасаған кезде, яғни өзінің кармасына отработка жасайды, немесе қорқынышын жеңді деген сияқты болады ғой. Өз-өзіңізді жеңгенде үлкен жетістікке жететіндей сондай мүмкіндік бар бұл аптада. Тек қана жаңағы қыстырма әңгімелерге, сөздерге мән бермеуге тырысыңыздар, және де өз-өздеріңізді қолға ұстауға тырысыңыздар. Және психологиялық денсаулық жағдайларыңыз, психикаларыңыз деген сияқты сол жағынан өз-өздеріңізді ұстауға тырысыңыздар. Ашу-ыза, агрессия деген сияқты сабырлы болуға тырысыңыздар. Басқа жағынан барлығы жақсы. Егер ақша жағынан болса, ақша немесе жұмыс жағынан, когда осы қорқыныштарыңызды жеңіп, өз-өздеріңізді жеңіп күресе алсаңыздар, ақша жағы, жұмыс жағы тұрақталатын болады. Денсаулықта осы депрессияға түсу жағын қолға алғандарыңыз дұрыс. Отбасы жағдайларыңыз сол кішігірім сөзге қатысты конфликт болуы мүмкін. Арыстандар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бикештер. Бикештер. Алдағы апта істеп күтеді. Бикештер. Бикештер, апталарыңыз өте керемет, өте керемет деуге болады. Ух ты! Бикештердің аптасы күшті, прям керемет. Энергияларыңыз тасып тұратын болады, бұғыларыңызда энергия көп. Барлық нәрсеге жеткізесіздер. Жұмыста да сіздер активныйсыздар, энергияларыңыз өте жоғары, денсаулықтарыңыз да прям күшті болады. Және де отбасы жағдайларыңызда да керемет. Бір осы аптада отырыстарға, той жиындарға, туған күндерге бару жоспарларыңызда болса, барсаңыздар өте сәтті. Немесе өздеріңіз қонақ күтейін деп жатсыздар, немесе сіздер қонаққа барайын деп жатсыздар, немесе бір өмірлеріңізге сыйлық, сюрприз келуі мүмкін. Сол сюрпризден рахаттанып қуануларыңыз мүмкін, немесе бір жетістікке жетулеріңіз мүмкін. Көп нәрсені армандап, пландап жүрген болсаңыз, соған жетулеріңіз мүмкін. Өте керемет апталарыңыз, прям жетістікке жету, энергияларыңыздың жоғары болу, қуаныш, отбасылық қуаныш дегендей, шексіз бақыт, шексіз махаббат деп айтуға болады. Ақша жағынан да тұрақтылық бар, жұмыс жағынан да тұрақтылық бар, және абыройларыңызды асқақтайтын аптаның бірі.
бірақ бикештерге кішігірім ескерту, жиын терін отырыс, сондай көпшілік арасында отыратын отырыс жерлерде қатты физически билеп немесе бір заттар көтеріп деген сияқты денсаулығыңызға зақым келтіріп алмаңыздар, немесе ішімдік, алкоголь заттардан барынша өздеріңізді ұстауға тырысыңыздар. Жаңағы демалып, қуанып, қуанышты тойлау барысында да артық кетпеуге тырысыңыздар, себебі артық алкоголь немесе артық физически қимыл қатты қуаныштан болып жатқан сол да кішкене денсаулықтарыңызға әсер етіп қалуы мүмкін. Және де бұл аптада қатты көңілді қуанышта жүрген кезде ешкімге артық уәде бермеуге тырысыңыздар, өтеуі қиын болып қалуы мүмкін. Содан сақтансаңыздар жеткілікті бикештер. Басқа барлық жағынан сіздерде өте керемет, апталарыңыз өте сәтті өтсін. Келесі кезекте таразылар. Таразы. Апталарыңыз қалай өтетін болады? Таразылар. Таразылар. Вау, таразылардың апталары прям керемет. Керемет деп айтуға болады. Таразылар, аптаға әсер ететін жағдай сіздерге. Тәкаппарлыққа салынудан сақ болыңыздар. Мүмкін бір жақтама ойланып кетулеріңіз мүмкін. Мен деген сияқты. Менікі дұрыс, мен шешем, мен жасаймын, менікі деген сияқты. Немесе өте қатты жеке бастарыңызды қорғап кету деген сияқты, өзгенің ойын тыңдамай, өзіңіздікін ғана беріліп кету. Негізі таразылардың табиғатынан мінездері андай өте тәкаппар, өздеріне сенімді, әрі дипломат адамдар ғой. Вот соны иногда асыра пайдаланып жерлеріңіз мүмкін. Содан сақ болыңыздар. Өзіңізді қатты защищать етіп, өзіңіздікін дұрыс санап, басқа адамдардың ойын тыңдамай, агрессияға салынып, немесе өзіңізді қатты қорғап дегенде солай жасаудың қажеті жоқ. Бұл аптада себебі бұл аптада сізді ешкім ұрып соғып таптап кетейін деп жатқан жоқ. Жай ғана мүмкін сізге бір ақыл кеңестерін бергісі келуі мүмкін. Соны дұрыс қабылдай біліңіз. Маған кеңес, маған ақыл айт дегенде тыңдай біліңіз. Және ол ақылды жасасаңыз да жасамасаңыз да өз еркіңіз, бірақ сол сізге айтқан адамдарды жермен жексен етудің қажеті жоқ, мен деп. Басқа жағынан апта сіздерде сәтті. Егер солай қатты ашу-ызаға, агрессияға, тәкаппарлыққа беріліп кетпесеңіздер, апталарыңыз өте керемет. Отбасы жағдайларыңызда да махаббатта өте тұрақты, отбасылық бір татулық, бақыт, қуаныш. Егер үйленбеген таразылар, тұрмыс құрмаған таразылар болсаңыз, қолыңызды сұрауы мүмкін, тұрмыс құруыңыз мүмкін, немесе отбасылы таразылар бала көтерулеріңіз мүмкін, немесе өмірге бала келулеріңіз мүмкін. Отбасылық қуаныш, яғни махаббат жағынан да өте сәтті, жаныңыздағы адам сізді қолдайтын болады. Және де ақша жағынан, ақша, финанс, жұмыс жағынан да өте тұрақты. Ақшаңыз тұрақты түсіп жатыр, жұмысыңыз жүріп жатыр, ешқандай қиындықсыз, кедергісіз. Денсаулық жағдайларыңыз да тұрақты, тек қана депрессия, психика жағынан жаңағындай ашуланып, кішкене бастарыңыз ауырып, соны құртпасаңыздар жеткілікті. Агрессияға салынып кетпесеңіздер, энергияларыңыз да тұрақты болады, денсаулықтарыңыз да, энергияларыңыз да тұрақты. Тек қана осы аптаға әсер ететін жағдайды дұрыс бақылай білсеңіздер жеткілікті. Басқасы өте керемет, энергияларыңыз да өте көп болады. Таразылар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте сары шаяндар. Сары шаяндар. Сары шаяндар. Апталарыңыз қандай болады? Қарайтын боламыз. Сары шаяндар. Сары шаяндар, апталарыңыз бір шешуші апта болатындай, бір сіздер үшін сондай өздеріңіз солай сезінетіндей болып тұруларыңыз мүмкін. Сары шаяндар жалпы аптаға әсер ететін жағдай. Біреуден көңіліңіз қалуыңыз мүмкін, біреуге қатты ренжуіңіз мүмкін, немесе бір заттан кетуіңіз мүмкін. Бір шаршатқан, ренжіткен адамнан кетесіз, үзілді-кесілді шешім шығарып, немесе шаршатқан жұмысыңыздан кетесіз, немесе бір жеріңіз денсаулықтан мазалап жүрсе, жалпы соны емдетуіңіз, тексертуіңіз мүмкін. Жалпы аптаға әсер ететін жағдай осы бір кез келген қажытқан заттан кетуіңіз мүмкін. Бірақ осы кету барысында енді сары шаяндардың мінезіне, табиғатына сай мінез деп айтсақ болады, манипуляция жасау,
адамдарға көп адамдарға ренжіп қалу, манипуляция жасау, сондай енді табиғаттарыңыздан бар адамсыздар ғой. Сол себептен осы кету, ашулану, агрессия немесе сондай процестің өзінде мүмкін сіздің жүректеріңіз жаралануы мүмкін. Жалпы сіздерге бір ренжитіндей зат болмауы мүмкін басқа адамдар үшін, бірақ сіз өзіңізді сол нәрсеге ренжідім деп түймедейді ету деген сияқты аптаға осындай жағдай әсер етуі мүмкін. Бір заттан кеткіңіз келіп, точкасын қойсаңыз, өзіңіз точкасын қойып үнсіз кетсеңіз, өздеріңізге сәтті дұрыс болады. Ал керісінше ренжідім, үйттім, бүйттім деп адамдарға манипуляция жасаған сайын өзіңізге кері әсер етеді. Сол адамнан кері сізге әсер ететін жауабы өте нашар болып қалуы мүмкін. Сол себептен бұл аптада шешімді өзіңіз ғана шығарыңыз, басқа адамдардың мнениясын тыңдамауға, сұрамауға тырысыңыз. Өзіңізге ұнамайтын жауап естіп қалуыңыз мүмкін. Аптаға әсер ететін жағдай осы. Басқа жағынан, жұмыс жағынан өте тұрақты, жұмыстарыңыз тұрақты болып жатыр, ақша тұрақты келіп жатыр. Денсаулықтарыңыз осы психика, депрессия, ашу, ыза, давление, қан қысым болуы мүмкін. Бірақ физически денсаулықтан қиналайын деп тұрған жоқсыздар. Отбасы жағдайларыңызда кішігірім тұрақтылық бар, бірақ кішкене конфликт деп те айтуға болады. Отбасыларыңызға келіп бір үшінші, төртінші адамның сөйлеген жақтырмауыңыз мүмкін. Шаруаларың болмасын деген сияқты қылып. Негізі сарышаяндар апталарыңыз тұрақсыз деуге, сол агрессия, ашу, ыза деген жағынан кішкене тұрақсыз. Соны ұстай білсеңіздер, апталарыңыз дұрыс, денсаулықтарыңыз да дұрыс болатын болады. Денсаулық дұрыс болғандықтан энергия да, ақша да дұрыс келетін болады. Сол себептен барынша өздеріңізді ұстауға тырысыңыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте мергендер. Мергендер. Апталарыңыз қарайтын боламыз. Мергендер. Мергендер, апталарыңыз жаман деп айтуға келмейді, негізі жақсы. Бірақ бұл аптада сіздерге бір сабырлылық керек, және барынша ақылдылық, ойлану керек. Бұл аптада асықпай шешім қабылдау керек. Мүмкіндіктеріңіз болса, жалғыз қалып ойланғандарыңыз дұрыс. Мүмкін жалғыз өзіңіз тауға барып ойланып демалып келесіз ба, немесе жалғыздықта қалып жеке өзіңіз өміріңізді полный саралап шығасыз ба. Осы күнге дейін қалай өмір сүрдім, не істедім, мен кіммін дегенде өз-өзіңізді тану, өз-өзіңізбен жеке қалып ойлану. Біреуге жамандық жасасаңыз, кешірім сұрап, жақсылық жасасаңыз, содан ләззат алып деген сияқты жеке қалып ойланып, шешім қабылдап, асықпай өтетін уақыт негізі аптаға әсер ететін жағдай. Осылай ешкімге зияныңызды тигізіп жібермей, жеке басыңызбен ойланып, осылай жүрсеңіз, аптаңыз негізі сәтті өтеді. Өміріңізден кететін адамдар сол кезде өздігінен кететін болады. Яғни кет деп ашуланып ұрыспай-ақ ол адамнан құтылатын боласыздар. Қалатын адамдар сол кезде өзі-ақ сіздің жаныңызда қалатын болады. Сол себептен аптаға әсер ететін жағдайда ешкімге зияныңызды тигізбей, жалғыз қалып, үнсіз қалғаныңыз өзіңізге сәттілік алып келеді. Және де сізге зиянын тигізетін адамдар өзіңізді сабырлы ұстай білсеңіз, жаңағындай дұрыс ұстай білсеңіз, зиянын тигізгісі кеп, сізге тиіскісі келіп жүрген адамдар өздігінен-ақ кететін болады. Ешкімнен зиян алмайсыз. Пайдасын тигізетін, ақша түсіретін адамдар өзіңіздің қасыңызда қалады. Негізі апталарыңыз жаман емес. Әсер ететін жағдайдан жақсы шықсаңыздар жеткілікті. Ақша жағынан тұрақтылық бар. Жұмыс жағынан кішкене кедергілері болуы мүмкін. Жұмысыңыздан отпуск алуыңыз мүмкін, кішкене тоқтауы мүмкін деуге болады. Бірақ уақытша, себебі жұмысыңызға қайтып оралайын деп тұрсыз. Денсаулық жағынан да тұрақтылық бар, қиындық жоқ. Отбасы жағынан да қиындық жоқ негізі. Тек қана жаңағы өз-өзіңізді сабырда ұстай білсеңіз жеткілікті. Мергендер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте тау ешкілер. Тау ешкі. Апталарыңыз қалай өтеді көретін боламыз, тау ешкілер. Тау ешкілер. Тау ешкілер, апталарыңыз өте керемет, өте сәтті. Бір
болашақ сізге жемісін беретіндей заттың бір фундаментін құйып жатсыз. Мүмкін енді бұл прямой мағынада үй соғып жатқан болсаңыз, болашақ үйіңіздің фундаментін қалап жатсыз, немесе жұмысқа енді кіріп жатқан болсаңыз, сол жұмысыңыз сізге болашақта үлкен жеміс беруі мүмкін, үлкен ақша беруі мүмкін. Сол жұмысыңызда енді кішкентайдан бастап абыройыңызды қалыптастырып жатсыз өзіңіздің орныңызда. Немесе болашақта үлкен сізге табыс алып келетін бизнестің бір кішкентай бір бөлшегін, яғни бизнестің жаңадан ашып бастап жатуыңыз мүмкін. Вот сондай болашақта сіз кішкене сабыр сақтап, табанда еңбек ететін болсаңыз, сол жемісті көресіз. Яғни соның фундаментін осы аптада құрап жатырсыздар деп айтуға болады. Және отбасы жағынан да өте тұрақты, ешқандай қиындық жоқ, жаныңыздағы адам сізді қолдайды. Денсаулықтарыңыз да өте тұрақты деп айтуға болады. Ақша жағынан енді керемет деп айтуға келмейді, бірақ жаймен аз-азбен келіп жатыр. Ақша жоқ деп айтуға келмейді. Жалпы барлық жағынан өте тұрақты. Тек қана аптаға әсер ететін жағдай адамдардың айтатын сөздеріне мән бермеңіз. Тыңдаңыз, бірақ өз айтқаныңызбен жүріңіз. Естіңіз, бірақ сөзіне мән бермеңіз деген сияқты. Адамдардың сөзін елемей, мысалға сіз үй соғып жатсыз, немесе жұмысқа кіріп жатсыз, адамдар ақыл айтуы мүмкін, ол жұмысқа кірмей, анаған кір, бұл үй соғып жатсаңыз былай соқ, былай соқ, сенікі дұрыс емес деген сияқты. Қолыңызды бір сілтеп, мақұл деп қойып, өзіңіздікін жасап жүре беріңіз. Сол кезде түбінде өзіңіз жеңетін боласыз. Тау ешкілер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте су құйғыштар. Су құйғыштар. Апталарыңызды қарайтын боламыз. Су құйғыштар. Су құйғыштар апталарыңыз жаман емес, жақсы деп айтуға болады, бірақ аптаға әсер ететін жағдай. Өмірлеріңізде ер адамның рөлі өте басым болады. Ерлі зайыпты болсаңыздар, немесе жұмыстасыз, без разницы. Өміріңізге бір ер адам бір энергиясы өте жоғары, сізге көмектескісі келетін, немесе сіздің бір шындығыңызды дәлелдеп беретін сізге бір ер адам көмекке келеді. Аптаға әсер ететін жағдай. Кез келген жұмыста барлық жағынан. Ал керісінше әйел адам болсаңыз, қасыңыздағы жолдасыңыз немесе коллективіңіз сізге сондай көмек беретін болады. Жалпы су құйғыштар аптада солай ер адамның жаныңызда жүрген бір рөлі өте жоғары болады. Немесе ер адам сіз болсаңыз, сіз өзіңіз сондай адам боласыз. Апталарыңыз жақсы, жаман деуге келмейді, бірақ жаңағындай кішігірім қолайсыздықтар немесе өзіңіздікін алу, өзіңіздікін дәлелдеу деген жерде қасыңызға сізге міндетті түрде көмектесетін адам болады. Және де бұл аптада су құйғыштар кішігірім денсаулықты күте білу керек. Денсаулықтарыңызды бір тұрақтай біліңіздер, дұрыс тамақтанып, дұрыс ұйықтап, бір жеріңіз кішкене мазалап жүрген, немесе хронически ауыратын жерлеріңіз болса, алдын ала дәрілеріңізді ішіп, емделіп, дегенде витаминдеріңізді ішіп. Себебі аптада кішкене денсаулық пен қолайсыздықтар болуы мүмкін, бірақ басқа жағынан өте тұрақты. Ақша жағынан тұрақты келеді, немесе бір законы бір шешілмей келе жатқан проблемаларыңыз болса, заң істер, сот істер деген сияқты, сол сіздің тарапыңызға шешілетін болады, сіздің пайдаңызға, яғни мүмкін ол документация болуы да мүмкін деген сияқты, сіздің пайдаңызға шешіледі аптаға әсер ететін жағдай. Яғни соған бір ер адам көмектеседі, немесе өзіңіз ер адам болсаңыз, соны жасайсыз. Денсаулықты күтсеңіз, басқасы жақсы, жұмысыңыз да дұрыс, отбасыңыз да дұрыс, көмектесетін адамдар да бар, энергия да барлығы жақсы. Су құйғыштар апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте балықтар. Балықтар апталарыңыз қалай өтеді көретін боламыз. Балықтар. Последнее время балықтар что-то депрессияда. По-моему, потому что үшінші апта қатарынан основной депрессия, жалғыздық деген сияқты сондай түсіп жатыр. Негізі балықтар андай эмоциональный адамдар ғой, андай төбелесіп, беріліп, айқай шуды шығаратын адамдар емес, бірақ көңілше, көңілге алғыш, жылап қалғыш, демесе болмашы сөзге ренжігіш деген сияқты сондай адамдар. Махаббатты жақсы көретін, сондай бір слабый деуге болады бір жағынан. Сондай адамдар ғой енді.
сол себептен де балықтардың жүректерін жаралау өте оңай. Жалпы балықтар сіздерге бұл аптаға әсер ететін жағдай кеңес, шаршап кеткен, депрессияға түсіп кеткен, өміріңізге керек емес деген адамды осы апта уже жіберетін уақыт келді. Сіз шаршап жүрсіз бір адамнан, жұмыстан болсын, қасыңыздағы адамнан болсын, кез келген жерден жұмыстан шаршасаңыз, жұмыстан кетіңіз, немесе қасыңыздағы адамнан шаршасаңыз, сол адамнан кетіңіз. Жалпы өміріңізде сізге не кедергі болып тұр? Өмір сүруіңізге, шаршауыңызға, энергияңызды жұтып алуына қасыңыздағы кедергі болып тұрған адамнан өз еркіңізбен кетіп қалыңыз. Себебі өз еркіңізбен кетпесеңіз, ол адам сіздің өміріңізге до конца осылай депрессия түсіре береді. Сол себептен өзіңіз үшін шешім шығаратын апта бұл апта. Және де осы аптада қасыңыздағы жүрген сондай адамның бар екеніне көзіңіз ашылатын болады. Мүмкін бір адамның сатқындығын көресіз, бір адамның сізге жұмыста әділетсіздігін көресіз деген сияқты. Кез келген шаршатқан, қажытқан нәрседен кетуге тырысыңыз. Және кеткеннен кейін сізде больше бәрі жақсы болады. Соны түсіне біліңіз. Сіз қандай ғой, балықтар андай ғой, бір өзінің зона комфортасынан шыққысы келмейді, ауыссам қалай болады деген сияқты ойланып жүреді, бірақ депрессияда да түсіп жүре береді, не ары кетпейді, не бері кетпейді. Вот осы апта балықтар соны точкасын қойып шеше білетін апталарыңыз. Өздеріңізге сенімді бола біліңіздер. Аптаға әсер ететін жағдай осы, соны тұрақты шеше білсеңіздер, аптада сіздерге аптаның ортасына қарай керемет мүмкіндік келуі мүмкін. Мүмкін бастарыңызға ерекше идея келуі мүмкін, соны жасайсыздар, немесе керемет жұмыстан ұсыныс түсуі мүмкін, сол жақсы жұмысқа тұруларыңыз мүмкін, немесе басқа қалаға көшіп кетулеріңіз мүмкін, басқа қаладан сіздерге ұсыныс түсуі мүмкін. Жалпы өмірлеріңізді өзгертуге жақсы жағына қарай әрине өте ерекше ұсыныс, ерекше бағыт, бағдар келуі мүмкін. Бірақ сіз жаңағы заттан, ескі заттан құтылып, ескі заттан бас тартпасаңыз, ол жаңа зат сізге келмейді. Сол себептен осы апта сол шешімді шығара біліңіз, өзіңізді қолға ала біліңіз. Негізі денсаулық жағынан бұл апта қиналмайсыздар, денсаулықтарыңыз тұрақты. Ақша жағда негізі дұрыс шешім қабылдай алсаңыздар, ақша жағынан да тұрақты келетін, болашақта ақшаның иісі бар, ақшаның болашақта жақсы келетін жері бар, мүмкіндік бар, яғни жұмыстан қолыңыз жеден деп тұр, тек шешім қабылдасаңыз ғана жеткілікті деген сияқты. Жұмысыңыз да тұрақты, денсаулықтан да қиындық жоқ, отбасы жағынан да қатты қиын жоқ, тек қана қажытқан, шаршатқан нәрседен кете біліңіз, құтыла біліңіз. Апталарыңыз сәтті өтсін, балықтар.